Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Құрметті жамағат, Маназилул ахирати, ақырет баспалдақтары, адамның ол дүниесіне қатысты дәрістерімізді ары жалғастырамыз. Бүгінгі 5-ші дәріске келіп тоқталып жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз талқинул маййити, яғни мәйітке талқин жасау. Талқин дегенде естіп жүрміз, не ол? Ла илаха иллаллах деген сөзі. Енді осыған байланысты кеңінен тоқталып кетейік. Енді көбіміз талқин деген кезде өлім аузында жатқан адамға ла илаха иллаллахны айтқызу деп білеміз, қалған ары қарай білмейміз негізі. Білетіндер де бар шығар, бірақ көпшілігі білмейді оны. Яғни талқин жасаушы адам қандай не істеу керек, қандай әдептері бар деген сияқты. Жалпы осы мәйітке талқин жасауға, ла илаха иллаллахны айтқыздыруға байланысты ғалымдарымыз екіге бөліп қарастырады. Бірінші адам өлім аузында жатқан адамға талқин жасау, оны білеміз. Екінші адам ол қазір уақытта бізде істетілмейді ол нәрсе Қазақстанда, бірақ басқа жерде істетіледі. Басқа жерде мұсылман елдерінде, қауымдарда ондай бар. Марқұмды жерлеп болғаннан кейін барып талқин жасайтындар бар. А бізде ондай әдеттер жоқ дедіңіз. Жалпы бұған байланысты ғалымдардың арасында осылай екі көзқарас бар. Имам Муслимде келген хадисте сахаба Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху қал, ол кісі былай деп айтты: қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты: лақину маутакум ла илаха иллаллах. Сендер мәйіттеріне, яғни марқұмдарыңа ла илаха иллаллах сөзін айтыңдар дейді. Ла илаха иллаллах сөзін айтқыздырыңдар дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям лақину, яғни өлім аузында жатқан адамға лақину айтыңдар, айтқыздырыңдар деген сөз. Бұл жердегі бұйрық уәжіпті білдірмейді. Яғни өлім аузында жатқан адамға міндетті түрде оған айтқыздыру керек деген нәрсе емес. Уәжіп емес, сүннет. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям істеді, бірақ бізде уәжіп емес екен деп істемей қалмаймыз, оны істейміз. Енді бұған байланысты мәутакун деп, бірақ хадисте өлгенде деп айтып тұр. Мәутакун дейтіне қайтыс болғандарына. Енді өлім аузында жатқан адам әлі қайтқан жоқ қой. Бұл жерде мәйіттерге деп тұр. Енді мәйіттерге деген сөзі хадисте өлген адам емес, өлім аузында жатқан адам. Әлгі істейтін адамдар бар ғой, жерлегеннен кейін өлген адам деп осы хадиске амал етеді. Ал енді бізде оны істейміз, бізде өлім аузында жатқан адамға істейміз. Біз қалай түсінеміз? Мәутакун деген сөз өлілер емес, өлім аузында жатқан адам деп түсінеміз. Өйткені Құран кәрімде мынандай аят бар: Истаизу билlah. Жаңа Юсуф алейхиссаламға екі кісі түсін айтып келді ме? Сол аятта Алла Тағала баяндап айтады: Инни арани а'сиру хамра. Әлгі бір кісі не деп айтты? Жүсіп пайғамбарға: расында мен түсімде шарапты, хамырды сығып жатқанды көрдім дейді. Негізде бұл жерде шарапты сығып жатырған жоқ қой. Негізі жүзімді сықпайды, дұрыс па? Жүзімді сыққаннан кейін бар ол шарапқа айналады. Ал енді қалай ол шарапты сықты, дұрыс па? Яғни былайша айтқанда нені түсінеміз? Шарапты сығып жатқан деген сөз әлі шарап болған жоқ деген сөз. Мен шарап болмай тұрған жүзімді сығып жатырмын деген мағынаны түсінеміз. Мына жерде сол сияқты өлілерге деген кезде әлі өлмей жатқан адам деп түсінеміз. Көрдіңіз бе? Жаңа аятқа байланысты. Сөйтіп бізді амал етеміз. Енді жалпы көпшілік ғалымдарда, жумһур дейді ғой, көпшілік ғалымдарда
тәлқин мәселесінде Мұхаммадун Расулулла деп қосу сүннет емес деп айтқан. Тек қана ла илаха иллалланы айтсаңыз болды. Ал Мұхаммадун Расулулла деп ол сүннет емес, бәлки кейбір ғалымдар айтқан екен. Көпшілігінен аз ғалымдар айтқан. Бірақ көпшілік ғалымдар ла илаха иллалламен шектелу керек деп айтқан. Өйткені ғалымдардың сүйген хадисі мына дәлел. İmam Abu Davud'un Sunan'da kelген hadisi былай деп келеді. Қала алейхи салату вассалам, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: "Ман кана ахиру каламихи минад дуnya ла илаха иллаллах дахалал джанна." Кімде-кімнің осы дүниеде ақырғы сөзі не болса дейді? Ла илаха иллаллах болса, қайда кіріпті дейді? Дахалал джанна, жәннатқа кіріпті дейді. Яғни осы ғалымдарымыз айтады, әлгі көпшілік ғалымдар ла илаха иллаллах шектеліңдер деген сөз бар ғой, тәлқиндар. Осы хадисте Мұхаммаду Расулулла деп айтқан жоқ қой дейді. Тек ла илаха иллаллах айтады дейді. Сондықтан осымен амал етеді жағдай. Ал енді аз ғалымдар бұл жерде де бәрі мақсат Мұхаммаду Расулулла бар деп айтатындар да болады. Енді артық етпеді ғой. Енді ары қарай осы тәлқин мәселесіне вақафат деп арнайы тоқталатын мәселелері бар. Бірінші нүкте тоқталатын ол уақыту тәлқин, тәлқиннің уақыты, яғни қай уақыттан басталады, мысалға қай уақыттан басталады. Жалпы адамның жаны алқымға келген уақытта, тамақ жоғарғы жағы алынды айттық. Адам жаны алқымға деген сөз, жан адамның алқымына келген уақытта бұл жанның тоқталатын соңғы нүктесі екен. Осыдан кейін адам аузынан шығып кетеді екен. Міне адамның жанына алқымға келген уақытта тәлқин жасау ол дұрыс емес. Яғни мақұл болады, ғалымдарымыз айтады. Тәлқинді қай уақыттан бастап жасау керек? Мұхтадар деген алда тақырыпты өттік. Өлім аузында жатқан адам бар ма? Сол уақыттан бастап жан мына жерге келгенге дейін жасалу керек негізінде. Сол уақытқа дейін жасалу керек. Ал мына жерге келіп қойды ма, енді шығуға сәтте қалған уақытта болмайды. Неге болмайды десе, ғалымдарымыз, өйткені ол уақытта адам сөйлей алмайды деген. Яғни сөйлеп тұрған уақытта жасап қалу керек дейді. Өйткені соңғы сөзі ла илаха иллаллах болу үшін. Түсінді ма? Уақыты сол. Өлім төсегі жатқаннан бастап жан алқымға келгенге дейін айттыру керек. Енді екінші нүкте тоқталады. Кайфияту тәлқин. Тәлқин жасаудың кайфиясы, іс-әрекеті қалай болады? Бұл жерде мына нәрсені білуіміз керек. Өлім аузында жатқан адамда күштігі болмайды. Бірден айтып қойып, яғни өлім аузында жатқан адамға барған уақыттарымызда бізде кейде имам молдалар шақыртады ғой. Сол уақытта күштігі болмайды. Ей пәленше, айт қане, ла илаха иллаллахты айт деп күштігі болмайды. Ғалымдар біз не деп айтады? Тек қана сол жерде сол адамның есіне түсіресің. Тек айтасың болды, бұйырмайсың дейді. Яғни есіне түсіресің сол нәрсені. Өйткені тәлқинді өлім аузында жатқан адам айтуы жүрекпен ғой негізі, дұрыс па? Жүрекпен ғой негізі. Өйткені фақих ғалымдарымыз не деп айтады? Ла илаха иллаллахты айтқызып жатыр, ва юксиру алейхи, және көбейтіп жатыр. Ла илаха иллаллахты айт деп күштеп жатыр екен. Содан имам Шафии көріпті былай деп айтады: Я раджул, әй мулақи, тәлқин жасаушы адам, уфуқ биhi, сен олай істеуіңді қой деп айтты. Оған сен зиян беріп жатсың. Сол уақытта әлі өлім аузында жатқан адам сөйлеп олай деген екен: Ин тулақини ияха ва ла тулақини ияха. Егер сен дейді маған тәлқин жасасаң да, тәлқин жасамасаң да, фаиннани ла адауха, мен ол нәрсені тастамаймын деп айтқан екен. Сен маған тәлқин жасасаң, жасамасаң да,
және әлгі өлім аузында жатқан адам сөзін жалғастырып, وَقَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Алла Тағала мына аятын оқып берген екен. استعيذ بالله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Yani бұл аят кәпірлерге қатысты. Кәпірлер мұъминдерге тақуа сөзін міндеттейтін еді. Яғни тақуа сөз деген бұл ла илаха илlallah. Ла илаха илlalлahны ва кәну ахаққу биха. Кәпірлер бірақ айтса да мұъминдерге ол сөз лайығырақ еді. Яғни кәпірлерге қарағанда мұъминдер бұған лайығырақ және ва ахлаха сол сөздің иелері дейді. Яғни былайша айтқанда әлгі адам тәлқин жасап тұрса да, өлім аузында жатқан адамға, өлім аузында жатқан адам нені айтып тұр? Сен жасасаң да, тәлқин маған жасамасаң да, мен оған лайығырақпын дейді. Былайша айтқанда. Яғни тілмен айтпасам да, ол нәрсе жүректе бар дейді. Ол нәрсе жүректе. Енді мынандай нәрсе бар. Ғалымдарымыз айтады, неге бұйыруға болмайды десе, егер сен бұйырған уақытта өлім мен өмірдің арасында жатқан адам кейде аузынан жаман сөздер шығып кетуі бар. Ол мүмкін ықтимал. Сондай уақытта сен мұсылман болып келген адамды соңғы сәтінде тілінен күпір сөз шығып кетсе де, ол адамды кәпір деп айтуға болмайды деп айтамыз. Яғни кәпір болып жақтап деп айтуға болмайды деген. Өйткені ол адам өлім мен өмірдің арасында жатыр, не айтқанын білмейді. Алдында айтқанбыз, өлімнің қиындықтарында айтты ғой. Адам не айтқанын білмей қояды, не айтқанын білмейді. Бізге көрінбейтін нәрселер, ақыреттік мәселелер ол адамның көзіне көрінеді. Өйткені адамға сол уақытта о дүниенің пердесі ашылады. Жын шайтандарды бізге көрмесе, оған көрінеді ол уақытта. Періштелер көрінеді бізге. Сонда ол шайтанға жауап қайтаруы мүмкін да сол уақытта. Сен мысалы ла илаха илlallah деп айт деп күшпен жатқан уақытта оған жаңағыдай мысалға шайтандар көрініп Алла жоқ деп айт десе, егер шайтан сол уақытта ол Алла жоқ деп айтпай десе, мысалға айтпай ондай сөзді деген кезде мына адам ойлап қалуы мүмкін да, сонда не бұл деп ла илаха илlallah айтпай кетіп тұр ма деп ойлап қалуы мүмкін да. Қайдан біз соған мысалы шайтанды көріп тұрған. Сонда ғалымдарымыз оны күштеп қинауға болмайды деген. Ал енді анандай күпір сөз шығып кетсе де үзірмен қараймыз деген. Кәпір деген үкім шығармаймыз деген. Өйткені ол кімге қатысты? Тек қана мұхтада өлім аузында жатқан адамға қатысты дейді. Басқа адамға емес. Енді ары қарай келесі нүкте, үшінші нүкте ол каммарра мулақилу. Енді талқиды қанша рет жасаймыз? Егер бір рет айтуың жеткілікті, мысалы өлім аузында жатқан адамның қасына келдің, бұйырмайсың оған, қасына келесінде ла илаха илlallah деп естіп түсіресің. Сол уақытта сенің айтқаныңды қайталасаң, ол жеткілікті. Ары қарай ол үшін дұғасын ете білесің. Егер кейбір өлім аузында жатқан адамдар болады, сен талқи жасағаннан кейін ол талқи жасайды, ла илаха илlallah айтады, бірақ содан кейін сөйлеп кетуі мүмкін. Мысалы болады ғой, дүние сөзін айтып қоюы мүмкін. Мысалы пәленше ана кімді не қылдыңдар, ана көліктер жақсы не болмады деген сөздер өлім аузында айтып қоятын болса, жаңа дүние сөзін, онда сүннет бойынша тағы да бір ескертіп қою дейді. Тағы да бір не деп айтамыз? Ла илаха илlallah. Осыдан ол тағы да айтатын болса, болды, тоқталған сөз. Өйткені әлгі хадис бойынша кімнің ақылы сөзі ла илаха илlallah болса. Енді ары қарай адам қайтыс болғаннан кейін, мысалы сүннет бойынша адамның жаны шыққаннан кейін қандай іс-әрекет жасаймыз? Көзін естейміз, көзі ашық қалады, көзі ашық қалған уақытта көзін жабу толық сүннет.
Өйткені Абу Салама қайтыс болған уақытта радиаллаху анху Умму Салама келіп айтады ғой, уа Алланың елшісі, Абу Салама қайтыс болды деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолымен хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ләмма хараджат рухуху, Абу Саламаның рухы шыққан уақытта вада'a Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ядаху аля айни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Саламаның екі көзіне қол қойды да былай деп айтқан: "Вақал фа иннал басара", расында көз ятбау рух, рухқа ереді деп айтқан екен. Яғни көзін жауып тұрып, расында көз рухқа ереді деп айтқан екен. Яғни кей адамдарды көреміз, көзі жоғарыға қарап қалады, сөйтіп қайтыс болады. Содан кейін қайтыс болғаннан кейін көзін жабу сүннет. Түсінікті ме? Жафар деген муаллим деген құлшылық қой кісі болған екен. Ол кісі өлім аузында жатқан уақытта сондай тақуа кісі келіп, әлі жан тапсырмай жатып көзін жапқан екен. Сонда әлгі Жафар не деп айтқан екен? Сен мені қорладың ғой деп айтқан екен. Әлі жаным шықпай жатып, істегенің не деп жауап берген екен? Істегенің көзін жабу. Енді соңғы нәрсе осыны айтып кетейік. Енді өлім аузында жатқан адамның қасында байқайсыздар ма? Кейбір адамдар ата-анасы болсын немесе ағаның бауырлары болсын, өзіне өлім тілеп жатады. Сен кетсең, онда мен де артынша мен де кетіп қалайын деген сияқты айту мүмкін, қимайды енді. Ондай сөздерді айтуға болмайды. Неге десе, өлім аузында жатқан адамның қасына немесе ауырып қалған адамның қасында періштелер келеді деген. Ал періште келген уақытта дұға не болады? Қабыл. Оны ойланып отырған жоқпыз. Имам Муслимнің сахихында Умму Салама анамыздан жеткен хадисте былай деп келеді: "Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, ида хадартумул маййита ауил маридо", егер сендер қайсы бірі науқасқа немесе өлім аузында жатқан адамға кіретін болсаңдар, қасына отыратын болсаңдар, тақулу хайран, тек жақсы сөз айтыңдар деген. Жақсы сөз айтыңдар. Алла сені кешірсін, Алла бізді де кешірсін деген сияқты сөз айтыңдар. Фа иннал малаиката, расында періштелер юамминуна аля ма тақулун. Өйткені періштелер сендердің айтқан сөздеріне әмин, әмин деп тұрады. Сондықтан ғалымдар деп айтты, егер сен дұғаң қабыл болсын десек, онда ауырып қалған адамды зиярат ет деп айтқан екен. Неге біз ауырып қалған адамды зиярат етеміз? Өйткені сол жерге барып дұға етсек, өзге керегіңді сұрап алсаң, періштелер әмин деп қабыл етіп жібереді Алла. Енді даналығы, хикметі осыдан тұрады. Осымен аяқтайық. Келесі дәрісімізді алла қаласа, рух денеден шыққаннан кейін қай жерге барады, қай жерде жүреді деген мәселелерді ары қарай жалғастыратын боламыз.